Ақшаға байланысты теріс установкаларды анықтау. Мен Меруерт Тимурқызынова, практик, парақшама жазылыңыз. Сіз саналы ойлау арқылы ақшаны қалағаныңызбен түпкі санаңыздағы теріс установкалар оны кері тартады. Өйткені біздің түпкі санамыз 95-98% құрайтын болса, ал саналы ойлауымыз біздің 2% құрайды. Сондықтан да біздің түпкі санамыз көбінесе басымдылық береді. Маған проработкаға, терапияға келген адамда ақшамен проблемасы болған. Оны проработка терапия кезінде өткен шаққа өту арқылы ол адамда ақшаға байланысты теріс установкасын анықтадық. Ол маған ақша тек қана бір жұмыс істесем ғана, әрекет істесем ғана келеді, басқаша ақша келеді деген ой қалыптаспаған. Анасы оған тәртіп жақсы болса, үй жұмысын жасаса деген сияқты жұмыстар жасаған кезде ғана ақша беріп отырған. Сондықтан да бұл балада, бұл адамда кішкентай кезінде мен бір әрекет жасасам ғана ақша келеді деген осындай установкасы қалыптасқан. Әрине бұл установка жақсы, бірақ бұл мида шектеу береді. Мен тек қана әрекет етсем ақша келеді, басқаша маған ақша келеді деген ой жоқ. Сондықтан да бұл мәселені өткен шаққа өтіп, ол установкаларды өзгерткен кезде бұл мәселе шешілді. Егер сіздің де осындай установкаларыңызды анықтағыңыз келсе, проработкаға, терапияға жазылсаңыз болады.